Таиландта археолог Люк мотороллерімен жүріп, Касим деген біреудің қоңырауларына мән бермейді. Көп ұзамай оны бірнеше көлік қоршап алады. Касим Люктен бастығына ұрлаған сурет салынған түтікті қайтаруды талап етеді. Касимнің адамдарының бірі қаруланған, сондықтан Люк жолдың шетіне тоқтайтынын айтады. Бірақ ол мотороллерді тоқтатып, көліктердің алға өтуін күтіп, басқа жолға түседі. Қуғын басталады. Люк тез жүріп, қуғыншылардың басқа көліктерге соғылуына себеп болады. Ол көліктер кіре алмайтын базарға енеді, тек велосипедтегі бір жау қалады. Люк пәтерге кіргенде кеңістік тар болғандықтан велосипедші де соғылады. Баспалдақтан түсіп, ғимараттан шыққанда Касимнің көлігі жолын бөгейді. Люк мотороллерден құлап түседі, бірақ жергілікті тұрғындар көлікті қоршап алғандықтан ол жорғалап қашады. Касим аспанға оқ атып, халықты қорқытып, адамдарын жаяу қууға жібереді. Аяғы жараланған Люк барынша тез жүреді. Жаулар оған оқ атады. Ол командасына рейске жете алмайтынын айтып, пойызбен кетуді ұсынады. Тағы бір базардан өтіп, Люк саудагердің тамақ арбасын ұрлайды, Касим көлігімен қуады. Люк арбаны велосипедтен ажыратып, оны Касимнің көлігіне соғады, жалын тарап, әйнекті жабады. Касим көліктерге соғылып, полиция оны қоршайды, Люк қашып құтылады. Вокзалда Люк велосипедтен секіріп, пойызға соңғы секундта үлгереді. Түнде ол орындығында ұйықтап, ежелгі ғимаратта алтын маска ұрлағанын армандайды. Оянғанда қарсында Эсме деген әйел отыр. Ол бірегей суреттерді қалпына келтірумен айналысатынын, ал жанындағы ер адамдар оның командасы екенін айтады. Люк суретті беруден бас тартады. Эсме пышақ шығарып, артындағы адам Люкті тұншықтырады. Эсме түтікті тартып алуға тырысып, Люкті тебеді, бірақ Люк оның қолын ұстайды. Эсме күртесін шешіп кетіп қалады. Люк үстелден тарелканы алып, онымен адамның басын ұрып, оны босатады. Эсмені ұстап, тағы бір адамды теуіп, бірақ Эсме оны тез ұрып қашады. Люк тағы бір адаммен күресіп, Эсмеге жетеді. Ол пышақпен қорғанып, түтіктің бауын кесіп алады. Екеуі баудың екі ұшын ұстағанда, Люк пышақтан жалтарып, Эсмені ваннаға итеріп құлыптайды. Содан кейін Люк вагон төбесіне шығып, су мұнарасына секіреді, бірақ рельсті дұрыс ұстай алмай, саятөбенің шатырын тесіп құлайды. Ол командасына қоңырау шалып, өзін алып кетуді сұрайды. Лондонда Люктің әпкесі Шарлотта ажырасу мәселесін опасыз күйеуі Харолдпен және оның адвокатымен талқылайды. Харолд ұлының толық қамқорлығын алғысы келеді, бұл Шарлоттаны ашуландырады. Музейде жұмыс істеп жүргенде Люкті көріп таңғалады. Олар сирек кездесетіндіктен Шарлотта оның қиындықта екенін болжайды. Люк оны әкелерімен бірге болған шытырман оқиғаларға қосылуды ұсынады, бірақ Шарлотта ана ретінде кураторлық жұмысын сақтағысы келеді. Люк бір суреттің зақымдалғанын айтып, Шарлотта оны тексергенде басқа суретті қабырғадан ұрлайды. Дабыл қосылып, есіктер құлыптала бастайды. Шарлотта Люктің соңынан жүгіріп, суретті қайтаруды сұрайды, бірақ Люк оны көлікке отырса ғана беретінін айтады. Ол тез жүріп, полиция көліктерін адастыру үшін күрт бұрылыстар жасайды. Тар көшелерден өтіп, Мерфи мен деп басқаратын жүк көлігінің артына кіреді. Шарлотта оларды әкесінің ескі командасы ретінде таниды. Люк пен Шарлотта оның таңдаған өмірі туралы дауласқанда, Мерфи суретті тексеріп, оның қажетті сурет емес екенін айтады. Люк Шарлоттаны ұйықтататын спреймен ұйықтатып, оны саябақтағы орындықта қалдырады. Шарлотта музейге оралып, инспектор Джамалмен кездеседі. Ол Шарлоттаның Люкке көмектескенінен күдіктенеді, бірақ суреттің орнында екенін байқайды. Жұмыстан кейін Шарлотта ұлы Томасты алуға барады, бірақ Харолд оның күдікті екенін естіп, рұқсат бермейді. Ашуланған Шарлотта Люкті өмірін құртты деп айыптайды. Люк оны бай адам Оуэнмен таныстырады. Ол қатерлі ісікпен ауырып, жастар тауын табу үшін команданы жалдағанын айтады. Шарлотта бұл миф деп санайды, бірақ Люк мифтерде шындық бар деп есептейді. Көптеген мәдениеттер бұл туралы жазған, бұл кездейсоқтық емес. Жол қорғаушылары деп аталатын отбасылар құпияны сақтайды. Люк Эсменің осы қорғаушылардың бірі екенін болжайды. 1600 жылы 6 суретші жолды суреттерге жасыруға уағдаласты. Бұл суреттерде латынша 6 және 1 деген құпия қолтаңбалар бар, яғни 6 кенеп 1 жол. Суреттерде әріптер бар, бірақ команда олардың мағынасын анықтай алмаған. Шарлотта олардың қате Рембрандт суретін ұрлағанын түсініп, Вандербильт отбасын зерттеуді ұсынады.
Оуэн Шарлоттаға ұлы үшін күшті адвокаттар ұсынады. Кешке Люк кафеда Вандербильттер туралы оқып отырғанда есіне келіп, іздеуді тоқтатпаса, командадағы әр адамды ататынын ескертеді. Келесі күні Люк Томастың пианино концертінде Шарлоттаға нағыз суретті тапқанын айтады. Дауласқан соң ол Шарлоттаны суретті алуға көндіреді. Ирландияда команда сурет соңғы рет көрілген батып кеткен лайнерді іздейді. Дрондар лайнердің бірінші класс бөлігін кесіп, оны бетіне шығарады. Шарлотта ескі картаны пайдаланып, Люкпен суретті іздейді. Негізгі кемеде радарда бір нәрсе жақындағаны анықталады, бірақ радио жұмыс істемейді. Эсме тікұшақпен адамдармен лайнерге түседі. Шарлотта шкафтан алкоголь ішіп, Люк Вандербильт аты жазылған шкафты ашады. Ол қораптан суретті табады, екеуі табысты тойлайды. Люк зергерлік бұйымдарды ұрламақ болады, бірақ Шарлотта оны тоқтатады. Флотациялық танктер істен шыға бастайды, уақыт аз. Шығуға тырысқанда, Эсменің қарулы командасы оларды қоршайды. Екеуі олармен күреседі, сурет салынған сөмке құлайды. Оқтар лайнердің металына тиіп, тікұшақ пен танктерге зақым келтіреді. Лайнерді су басады, Люк суға тайып, ер адам оған қару кезенеді. Шарлотта оның басына орындықпен ұрып, Люк суретті алады, бірақ Эсме Шарлоттаны кепілге алады. Тікұшақ зақымданған үшін ұшып кетеді, лайнер батып барады. Люк Эсменің Шарлоттаға зиян тигізбейтініне сенеді, бірақ лайнер дірілдей бастайды. Шарлотта Эсмені балконнан итеріп, суға түсіреді. Шығуға тырысқанда, толқын оларды кері итеріп, Люктің аяғы торға ілінеді. Лайнер батқанда, Шарлотта оны босатып, екеуі бетіне шығып, командасымен құтқарылады. Лондонға оралғанда, Харол Томасты Шарлоттаға береді, өйткені ол Жапонияға жаңа жұмысқа көшеді. Шарлотта Оуэннің мұны ұйымдастырғанын түсінеді. Команда суреттегі әріптерді зерттеп, уэкт сөзін құрайды, яғни 1631 жылғы уэкт Байблге сілтеме. Бұл Библияда прелюбодеяние жасама дегеннің орнына прелюбодеяние жаса деп қате басылған. Команда бұл қатенің әдейі жасалып, фонтан жолын белгілегеніне сенеді. Барлық осы Библиялар жойылған, тек біреуі қалған. Жамал мен офицерлер Люк пен Шарлоттаны тұтқындауға келеді, бірақ Касим мен адамдары бәрін қарумен ұстайды. Люк Касимге өзін және суреттерді беріп, командасын босатуды ұсынады. Касим келісе береді, Шарлотта басқалармен кетеді. Люк суреттерді аламын деп, музыка қосып, үстел астына жасырынады. Полиция қылмыскерлермен ұрыс бастайды, Люктің көлігі оққа ұшырайды. Люк артқы есіктен қашып, командасы оны қайықпен алып кетеді. Полиция жеңеді, Жамал компьютерден уэкт Байбл цитатасын табады. Кейін Люк шөлде жарқыраған сұйықтық табады, бірақ ішкенде Шарлотта мен Томас тез қартаяды. Дауыс ішпе дейді, Люк шыныны тастайды. Ол ұшақта оянып командасымен Австрияға, соңғы уэкт Байблге ұшады. Австрия ұлттық кітапханасында Оуэннің қомақты қайырымдылығы арқылы Люк, Шарлотта және Деб кіреді. Оуэн Томаспен мейрамханада отыр. Кітапханашы құпия бөлмеде екінші қате басылған сөз туралы айтады. Мерфи сырта күзетеді, Эсме мен адамдарын көріп, ескертеді. Люк Эсмені кездестіріп, сөзден кейін сөрелер мен жиһазды пайдаланып ұрсады. Эсменің адамы көмектеспек болады, бірақ Люк оны тез ұрады. Эсме оған қару кезенеді, Люк қаруын тартып алады, бірақ Эсме арқанмен тұншықтырады. Люк оны итеріп, люстраға іліп қояды. Мерфи шығу жолдары жабылғанын ескертеді. Үшеуі кітапханашыны ұйықтатып, Библияны ұрлайды деп еденге кішкентай бомба қойып, канализация арқылы қашады. Эсменің адамдары Оуэнді ұрламақ болады, бірақ ол оларды тез жеңеді. Жамал кітапханаға келіп, Люкті іздейді. Қонақ үйде команда Библиядағы 1-7 сандарынан тұратын қайталанатын өрнекті табады, бірақ шеше алмайды. Шарлотта Томастың қауіпсіздігі үшін кететінін айтады. Томас өрнектің сан емес, 7 музыкалық нота екенін айтады. Ол код бойынша ән ойнайды, интернеттен бұл шөлдегі су туралы ежелгі ән екенін табады, ол 7 әлем кереметін құрметтейді. Команда кереметтерді картаға белгілеп, суреттер жолын қосқанда Гиза пирамидаларына сілтеме жасайды. Олар Египетке дайындалады, Оуэн қауіпсіздік жалдайтынын уәде етеді. Люк маска туралы тағы армандайды, бейтаныс фигура құмды қара затпен білдіреді. Шарлотта Оуэннің фонтанды сату ниетіне күмәнданады. Ватиканда қорғаушылар көшбасшысы Эсмеге фонтаннан ішуді тоқтататын кілт береді.
Египетте Люк Томасқа пирамидалардың жасырын бөлмелерін көрсетеді. Профессор пирамидаға экскурсия жасайды, бірақ бөлмелерге кіруді білмейді. Оуэн адамдарына қазуды бұйырады. Профессор мен Шарлотта тарихи ескерткішке зиян келтіруге қарсы шығады. Оуэн суық және есепшіл болып, Шарлоттаны балағаттайды. Джамал полициямен келеді, бірақ күзетшілер оны кіргізбейді. Олар атыс бастайды, Эсме бақылайды. Команда жасырын өткел тауып, өмір ағашының ойуы бар тұйыққа жетеді. Шарлотта Нанет құдайының мүсінінен кәріпті салып, ағашқа қояды, қабырға ашылады. Биіктіктегі бөлмеге кіріп, Люк оюдағы асыл тасты түртіп, қабырғадан баспалдақтар шығарады. Төмен түсіп, кішкентай тесік арқылы тағы бір бөлмеге жетеді. Ортада жастар фонтаны болып көрінетін кішкентай шалшық бар. Шарлотта қабырғадағы ескертулерді еске алады, дайын емес адам бата алса, қарғыс алады. Оуэн Люкті шуге мәжбүрлеп, агрессивті болады. Шарлотта оның ауырмайтынын түсініп, Оуэн фонтанды сату үшін келгенін мойындайды және Люкті қолынан атады. Люк шалшыққа тигенде су бөлмені толтырып, фонтанға айналады. Оның қолы жарқырап, жасанған бейнесін көреді, бірақ Шарлотта мен Томастың қартаюын көріп, шуден бас тартады. Су оның жарасын емдейді. Оуэн қайта атады, бірақ су Люкті қорғайды. Оуэн өз қанын фонтанға тамызып, ішкенде тез қартаяды, қатты ауырсынумен айқайлайды. Эсме кілтті пайдаланып есіктерді жабады, команда Оуэнді тастап қашады. Оуэннің күзетшісі құлап өледі, Люк тайып құлайды, Эсме оны құтқарады. Олар кедергілерден жалтарып, сыртқа шығады. Джамал Оуэннің басты қылмыскер екенін мойындайды, Эсме Люктің ерік жігеріне тәнті болып, оны сүйеді. Екеуі Томастың идеясымен жаңа шытырманға аттанады.